Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қалай үй жағдайында қан сұйылтуға болады. Сіздермен болған дәрігер-терапевт Алмат. Жалпы ересек адам ағзасында шамамен 5 литр қан болады. Қан ағзадағы дәнекер ұлпасының бір түрі болып табылады. Оның негізгі бөлігі қан жасушасы және плазмадан құралады. Қан ағзадағы ішкі сұйықтық ортаның бірі. Ол қан тамырлар бойымен ағып тасымалдау қызметін атқарады. Қан барлық мүшелердің жасушаларына қоректік заттар мен оттегін жеткізеді. Жалпы адам ағзасы дұрыс қызмет атқару үшін қанымыз сұйық болуы қажет. Ал егер қан қою болса, оның қан тамырлар арқылы қозғалуы қиындай түседі. Ол тіндерге қоректік заттар мен оттекті нашар қамтамасыз етеді. Сол үшін қанның ұйып қалу қаупі артады. Ағзаға судың жетіспейтінін теріге қарап білуге болады. Оның тону сәлсіреп кетеді, әжімдер пайда болады, саусақтардың басы мыжырайып қалады. Осының салдарынан қанда тромбтар және де инсульт, инфаркт сияқты аурулар пайда болуы әбден мүмкін. Сол себепті қан сұйық болып, мұндай аурулар болмау үшін мен сізге үй жағдайында қалай қан сұйылтуға болатын тәсілдерді айтатын боламын. Және практикадан бір мысал, маған шағымдары жиі бас ауруымен 40 жастағы әйел келген болатын. Қарап тексерген кезде терісі құрғақ, жалпы қан анализіне гемоглобин, эритроцит жоғары болды. Бір орында отырып жұмыс жасайтынын айтты, және де суды көп мөлшерде қолданбайтынын айтқан болатын. Бұл пациентті қарап тексерген жағдайда қаны қою екені анықталды. Және де мен оған қан сұйылтатын дәрі тағайындамастан бұрын үй жағдайында қалай қан сұйылтуға болатын тәсілдерді айттым. Науқас бір аптадан соң бас ауырғанын қойғаны туралы айтқан болатын. Егер сізде де осындай жағдай болатын болса, мен айтқан тәсілдерді қолдануды ұсынамын сізге. Ал енді үй жағдайында қалай қан сұйылтуға болатын тәсілдерге келетін болсақ, ең бірінші су. Адам ағзасы 60-65% судан тұратындықтан көбірек су ішуіміз қажет. Су керемет табиғи қан сұйылтқыш болып табылады. Сусыздану сіздің қаныңызды қоюландырады. Қан сұйық болу үшін және жалпы денсаулықты сақтау үшін күніне 1,5-2,5 литр су ішуіңіз қажет. Екінші, дене жаттығуы. Жаттығу денедегі қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Әсіресе тромбтардың алдын алу үшін өте пайдалы. Жалпы тұрақты жаттығулар қанның сұйық болуын қамтамасыз етіп, тромбтарды жоюға көмектеседі. Жаяу жүру, велосипедпен жүру, жүзу сияқты жаттығуларды біз ұсынамыз пациенттерге. Үшінші, компрессиялық шұлықтар. Жалпы компрессиялық шұлықтар аяққа қысым жасауға арналған, және бұл қысым тромбтардың алдын алуға көмектеседі. Ол шұлықтар тамырда тромбтар бар болса, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Төртінші, имбир. Имбир қанның табиғи сұйылтқышы және тромбтарды ерітуге көмектесетін қабынуға қарсы өсімдік. Оның құрамында тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалмауын және тромбтардың пайда болуын болдырмауға көмектесетін гингерол деп аталатын қосылыс бар. Имбирде әртүрлі формада, мысалы шай немесе тамаққа добавка ретінде қолдануға болады. Бесінші, куркума. Куркума үнді тағамдарында кеңінен қолданылатын және қабынуға қарсы қасиеттері бар специя болып табылады. Оның құрамында тромбтардың алдын алатын дәлелденген куркумин деп аталатын қосылыс бар. Куркуманы добавка ретінде тұтынуға болады және де специя ретінде қолдануға болады тағамға. Алтыншы, сарымсақ. Сарымсақ тромбтарды ерітуге көмектесетін тағы бір табиғи қан сұйылтқыш. Оның құрамында аллицин деп аталатын қосылыс бар. Ол тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын және тромбтардың пайда болуына жол бермейді. Сарымсақты тағамға қосуға және де добавка ретінде қолдануға болады. Жетінші, каен бұрышы. Каен бұрышы ағзада қан айналымын жақсартуға көмектесетін табиғи қан сұйылтқыш. Оның қан құрамында қан ұйғыштығын алдын алуға көмектесетін капсаицин деп аталатын қосылыс бар. Каен бұрышын тағамға қосуға немесе добавка ретінде болады. Жетінші, Е дәруменіне бай тағамдар. Миндаль, авокадо, шпинат сияқты Е дәруменіне бай тромбтарды ерітуге көмектеседі. Е дәруменде антикоагулянт қасиетке ие және тромбтарды алдын алады. Е дәрумені бай тағамдарды үнемі рационда болғаны қажет. С дәрумені. Сегізінші, С дәрумені. С дәрумені тромбтардың алдын алуға көмектесетін антиоксидант.
бұл сонымен қатар ағзадағы қан айналымын жақсартуға көмектеседі. С дәруменіне бай тағамдарға цитрус өсімдіктері, болгар бұрышы, құлпынай және де тағы да басқа тағамдар жатады. 9. омега-3 май қышқылдары. Омега-3 май қышқылдары тромбтардың алдын алуға көмектесетін маңызды майлар болып табылады. Олар балық еті, лосось, тунец, скумбрия сияқты майлы балықтарды кездеседі. Майлы балықты жеткілікті мөлшерде тұтынбайтын адамдар үшін де омега-3 добавкалары қазіргі уақытта қолжетімді. Жалпы қорытындылайтын болсақ, бұл табиғи заттар тромбтарды зерттеуге көмектессе де, олар медициналық препараттармен алмастырмауымыз қажет. Егер сіздің аяқ тамырларыңызда немесе басқа органдарда тромб бар деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгінуіңіз өте маңызды болып табылады. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер сізге ұнаған болса, каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуыңызды сұраймын.